Мына қияр көшетін үйдің ішінде арнайы фитолампамен өсіріп жатырмын. Азғантай болғандықтан. Бұл запас көшет, ертең жылыжайға егіледі. Алла қаласа дайын болғанда. Бойлары бәрі бір қалыпты әдемі өсіп жатыр. 100% шықты десек те болады. Схожесть. Бойы мінекей. 2 сантиметр, 2,5 сантиметрдің көлемінде. 3 сантиметрге жете қоймайды бойлар. Бір қалыпты бәрі. Кез келген жерінен алсам да. Мінекей. Сабағы, жапырақ құлағы дейді ғой, екі құлағы өсуі де жақсы. Бір қызығы, мен жылыжайға осы көшеттің егерін алдым. 4-5 күн бұрын жылыжайға да еккен болатын. Бірақ ол жерде бәрі шықты, бірақ бойлар кішкене бұдан ұзындау. Күннің көзінде тұрса да, кішкене бұдан слабилау. Бұл жерде айтпағым, өйткені жылыжайда ысып кетеді, күндіз түнде салқындап кетеді. Бір қалыпты температура болмағандықтан дәл бұлай өсіп жатқан жоқ олар. Енді өсіп жатыр, бірақ дәл мыналар сияқты бір қалыпты емес та, бір келкі. Ал мына жерде бір қалыпты температура, бір қалыпты жарық, жеткілікті жарық түседі бұл жерде, сағатпен есептеліп. Соның арқасында бұл көшеттер жақсы өсіп жатыр.